Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің Жұлдыздар сөйлейді подкастының бірінші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы жұлдыз белгілерінің адам мінезіне әсері. Подкастымызды бастамас бұрын Динара, мен сенен бір сұрағым келіп тұр. Кім? Динара. Жақсы, кешірдім. Қандай сұрақ? Сен жұлдызнамаға жалпы сенесің бе, және ең соңғы рет жұлдызнама жайлы, өзің жұлдызнама жайлы қашан оқыдың? Мен, негізі мойындаймын, жұлдызнамаға сенемін. Мен атеистпін, мен Құдайға сенбеймін, тек жұлдызнамаға сенемін деп өтірік айтпай қояйын. Екеуінде тең дәрежеде сенемін. Жалпы соңғы рет кеше ғана оқыған шығармын. Негізі қызық маған. Негізі күндегісін күнделікті оқып отырамын мен. Енді күнде болмаса да примерно бір аптаға шығарып отырады ғой олар. Сол бойынша мен қарап отырамын, ізденемін үнемі. Мен өзім жұлдызнамам 2005 жыл қаңтар айының 7-сі болғандықтан бұл тәуешкіге сәйкес келеді. Тәуешкімін мен жұлдызнама бойынша. Және алдағы уақыттағы болашағым қандай екен деп мен осыған қызыға қараймын, үнемі ізденіп оқып отырамын. Жалпы сенесің ғой негізі? Негізі сенемін ғой. Мен 8 тамыз күні дүниеге келгем. Мен жұлдызнамам Арыстан. Жалпы мен енді кішкентай кезімізде көп оқыдық қой жұлдызнаманы газеттерден, бірақ олар мен қатты есімде қалған жоқ негізі. Кеше ғана осы подкастқа дайындық ретінде оқып көрдім бір интернеттегі сайттардан. Жалпы ол жерде былай жазылған, яғни арыстандар көпті білуге тырысады, білім қор деп, бұл маған сай келеді негізі. Получается, сен де негізі жұлдызнамаға сенесің? Или қалай? Жоқ, жұлдызнамаға аса қатты сенем деп айта алмаймын. Бірақ бағанағы, неге екенін айтып кетейін, бірақ бағанағы подкастта, бағанағы жұлдызнамада, яғни арыстандардың білім қоры екені жазылған. Бұл маған сай келеді, бірақ арыстандардың, яғни бәріне внимание күтетіні, внимание ортасында болғысы келетіні туралы да айтылған, бірақ бұл маған мүлде сай келмейді. Сондықтан мен кішкене скептикалық түрде, көзқарасым скептикалық түрде жүреді жұлдызнамаға деген. Күшті. Жалпы астрологияға енді кішкене қашан пайда болған жайлы айтып кетейік бірге. Сен өзің астрология қашан пайда болды деп ойлайсың? Астрология негізі біздің дәуірімізге дейінгі бірнеше мың жылдықта өркениетте, яғни Шумер Аккад Месопотамияда ең алғаш пайда болған ғой. Негізі сол кезден бастап олар зерттеліп қойған. Бізге дейін өте жақсы зерттелген. Сен өзің қалай ойлайсың, ол қашан пайда болды? Меніңше бұл кешегі интернеттен қараған статьяларды, яғни астрологияның Греция жерінде, ежелгі Месопотамия жерінде пайда болған айтылған, яғни кейіннен олардың Қытай үнді жерлерінде дамыған туралы айтылған. Жалпы астрология деген бұл аспан денелерінің қозғалысына қарап болашақты болжау болып табылады. Жалпы астрология бұл ежелгі ғылым ғой. Ол адамның туған уақыты мен орнына байланысты. Ол аспан денелерінің, жұлдыздардың орналасуын зерттей отыра, ол адамның мінез құлқын және олардың өмірінің болашағын қандай болатынын айтып береді ол бізге. Ол айқын дәлел. Жалпы мен естідім, осы астрология тек қана жұлдызнамалардан, жұлдыз белгілерінен ғана тұрмайды, нумерологиядан да тұрады. Яғни нумерология осы астрологияның белгілі бір бөлігі. Осыған байланысты сен астрологияға қызығасың ғой. Менің болашағымды, мен туған жылым, туған күніме байланысты болжап бере аласың ба? Әрине, негізі өте қызықты эксперимент болайын деп жатыр. Себебі сен оған сенбейтінсің. Жақсы, дегенмен көрейік. Сен туған күнің, айың, жылыңды айтып жіберсең маған? 8 тамыз, тамыз айы бұл 8 ай. 8 ай. 2005 жыл. 8 тамыз 2005 жыл. 2005. 8 тамыз деген 8 ай, 8 ай, 8 ай. Енді біз бітеміз міне. Осы жердегі нөлден басқа сандардың бәрін қосып шығамыз. Неге 8 плюс 8 плюс 2 плюс 5. Тең болады 16, 18, 23. 23. Енді соңында шыққан 23 санын біз тағы бір-біріне қосамыз. 2 плюс 3.
тең 5 деген сан шықты. Негізі бізде 10-ға дейінгі сандар кездеседі көбіне нумерологияда. Енді 5 санын бізде қандай не беретінін көрейік. Яғни бұл 5 сан нені білдіреді? Иә. Қазір күте тұрамыз. Неше 5 саны. Міне, бізде 5 саны жаңа нәрсені білуге құмарлық пен сарқылмас энергетиканың белгісі. Бұл сан иелері табиғатты жан-жақты зерттеуге, білуге және оны өзгелерге түсіндіруге, таныстыруға құмар болып келеді екен. Олар білімдерін дамытады, ғылыммен көп айналысады. Олар тамаша мұғалімдер, зерттеушілер, археологтар бола алады дейді. Археологтар. Бірақ менің археологияға дым қызығушылығым жоқ. Жақсы, Ерасыл, мүмкін арасында келер, мүмкін келмес, бірақ сен байқайсың ба? Ол мен бір қателікке оған басқаларын көрмей қалу деген дұрыс емес. Міне байқадың ба, сен өзің біз сабақта да байқаймыз ғой сені. Білімге өте құмарсың, жан-жақтысың. Бұл саған сәйкес келіп тұр. Сен шынымен расымен де болашақта жақсы бір ғалым немесе мұғалім шыға алады. Сен өзің білімге өте құмарсың, керемет адамсың ғой. Сәл-сәл ұқсастықтар, сәйкестіктер бар, иә. Байқадың ба? Иә. Сондықтан Ал сен өзіңнің жылың арқылы мінезіңді көрсетіп бере аласың ба? иә, әрине. Мен бірінші айдың 7-ші жұлдызында 2005 жылы дүниеге келгем. Жалпы ол 15 шығады қосқанда. 1 мен 5-ті қосқан кезде ол 6 шығады. 6. Бізде ол адалдық пен парыз белгісі. Табиғат бұл санның иелерін адамзатқа қызмет етуге деген үлкен жауапкершілікпен жаратқан. Байқадың ба, міне адамзатқа үлкен жауапкершілікпен. Мен осы орайда айтқым келеді. Мен қазір партияның белсендісі болып жүргендіктен мен жан-жағымдағы адамдарға болашағым үшін жауапкершілікпен қараймын. Көмектесесің. Иә, әрине. Мен өзіме алған